Осы настоящий келін деген қандай болу керек, соны айтып беріңізші. Әй, сонда білмейсің ба? Тыңдал. Келін деген бәрін білу керек. Таңғы 5-те оянып тұру керек. Енешкаңыз ескерту жасаса егер, құп болады ене деп күлу керек. Шытпау керек келін деген қабағын. Дәмді қылып жасау керек тамағын. Қойдай жуас болу керек келіндер. Жалман қағып қоймау керек талабын. Келін деген көңілден шығу керек. Қап-қара қазандарды қыру керек. Келін болсаң, настоящий келін боп, үйде отырып 10 бала туу керек. Келін деген киінейінші демеу керек. Кафеден вообще тамақ жемеу керек. Күйеуі достарыма кеттім десе, мені де алып кетті бермеу керек. Келін деген енені мақтау керек. Жалпайып, сотка шықып жатпау керек. Енесімен жарысып келін деген алтын сепшка, бриллиант тақпау керек. Ал керек болса.